Бәріңізге сәлем. Бүгін говядина по-азиатски тағамын жасаймын. Бірінші етімізді турап алып, оған кукурузный крахмалымызды саламыз. Одан соң тұзымызды саламыз. Және де перец салып, жақсылап араластыратын боламыз. Ал енді соевый соусымызға су құямыз. Одан соң қантымызды саламыз. Және де уксусымызды құйып, жақсылап араластырып қойып қоямыз. Енді қызып тұрған майымызға етімізді салып аламыз. Және де екі бетімен жақсылап қызарғанша қуыратын боламыз. Одан соң кішкене қойып қоямыз. Жай отта. Міне пісті. Енді етіміздің барлығын алып аламыз. Және де осы сковородкада енді имбирімізбен чесногымызды қуыратын боламыз. Кішкене қуырып, үстіне көк пиязымызды саламыз. Оны да кішкене ғана қуырамыз. Одан соң соевый соусымызды құямыз. Және де етімізді салатын боламыз. Енді жақсылап араластырамыз. Одан соң кукурузный крахмалды суға араластырып аламыз. Оны құямыз. Енді қоюланғанша кішкене уақыт қайнататын боламыз. Болғаннан кейін салып берсеңіздер болады. Ас болсын, ұнаса міндетті түрде подписка жасап кетіңіз.